Кеш жарық құрметті әріптестер, Camtasia сервис құрылысы туралы түсіндіріп өтемін және презентацияларды қалай жасау керектігіне де тоқталып өтемін. Бірінші презентациядан бастайық. Презентацияны былай ашасыз. Кез келген таңдауға болады, мысалға мынаны таңдауға болады. Немесе біз мынау бос презентацияны ашып көрейік. Мына артығына қыстайық. Мысалға мына жерге Google формаға кіреміз қазір. Кез келген тақырыпты Google форма. Мысалға кешегі өткен соңғы қоңырау тақырыбына қарап көрейік. Картинкаға қарап көрейік. Bir картинканы алайық. Мына бір әдемі картинка бар екен. Копировать етемін. Копировать картинку. Мен маған саламын. Мына жерге мінекей вставить етемін. Мінекей картинка. Енді мына картинаны көріп отырсыздар. Мына жерде шеті қап-қара, шеті қап-қара. Осы қараны қалай тастауға болады? Мінекей. Обрезка дейміз. Мынаны былай жылжытамыз. Мінекей обрезка. Мінекей мынаны былай жылжытамыз. Мінекей мынау шетіндегі қаралар артық керек емесі алынып шыға келді. Мінекей осылай қалған суреттерімізді алып отырамыз. Мен сіздерге мынадан шығып кетейін. Дайын жұмысымды көрсетейін. Сонда мынадай жұмыс шығады. Мынадай жұмыстар шығады. Презентацияда жұмыс дегенде осындай жұмыстар шығады. Немесе мынаны қалай суретін ауыстыруға болады? Мына қараңыз. Мынаны түсін қалай ауыстыруға болады? Неге мына үстіне бір шертесіз? Шертесіз да мына жерден дизайн дегенге барасыз. Дизайн дегенге барғанда мінекей үстіне неше түрлі дизайн шықты. Формат фонаға барасыз. Мінекей формат фонада мыналар шықты көре. Осының ішіне мынаны ішіне шерткен кезде дайын суретте мынадай шықты. Енді осының соңғысын көрейік. Цветте сумка дейді. Мына жерде түрлі цветтер бар. Сіз бұны мынандай цветті ауыстыра аласыз. Көрдіңіз бе? Қандай әдемі. Немесе жаңағы мынандай цвет түске ауыстыра аласыз. Немесе мынандай жасыл түске ауыстыра аласыз. Яғни PowerPoint-тың неше түрлі әдемі нұсқалары бар. Соның бәрін қолдануға болады. Мынау да неден алынған. Мынау да интернеттен алынған дайын сурет. Тек осыларды құрастырып, сәйкестендіріп, әдемілеп жөндесеңіз болғаны. Содан қолменен былай жазып өтесіз, әдемі өтеді. Жазып, оны білесіздер барлығыңыз жазасыздар. Осылай әр бетті жүйелі түрде әдемілеп жөндеп аласыздар. Қойып, жазып, әдемі тілектерді жазып, күн тәртібінде неңіз бар, соны жазасыз. Сіздің сөйлейтін сөзіңізге байланысты мынадай суреттерді әкеліп қоясыз. Мына суреттің барлығы көрініп тұр, интернеттен тапылған суреттердің. Неге ол суретті қойып отырмын? Өйткені айтатын тақырыптарыңызға байланысты қоясыз. Мысалға, қазіргі онлайн педагогтар синхронды, асинхронды оқыту түрлерінің барлығын меңгеріп алды. Оған Zoom, Google Meet, Google Forma, Telegram, WhatsApp, Хохот, Кюзис, Bandicam, Camtasia, YouTube каналдарын барлығын меңгерді деген сияқты. Онда сіздің айтатын сөзіңізге суреттеріңіз сай болу керек. Мінекей бәрін осылай қойып аласыз. Мінекей салған жерге мектеп формасы тұр. Онлайн оқыту кезінде біз мектеп формасын қажет қылған жоқпыз. Ал енді офлайн оқу кезінде міндетті түрде мектеп формасы керек болады. Мінекей айтатын сөздеріңізге тақырыптарыңызға байланысты барлығын қойып алдыңыз, қойып алдыңыз. Енді не істейсіз? Енді бұны Camtasiaға жүктей алатындай етуіңіз керек. Camtasiaға жүктеу үшін мына жерден файл дегенге барасыз, сохранить как, рабочий стол дегенге басасыздар. Мына жерде соңғы қоңырау имя қайылатыр. Астында презентация PowerPoint тұр. PowerPoint-ты басқан кезде мынадай парақша ашылады. JPEG, рисунок в формате JPEG дегенді басасыз. Сохранить все слайды. Слайды окей дейсіз.
Иә, окей дедіңіз. Мінекей. Енді бұл сізде екі түрлі презентация сақталып тұр. Оның біреуі, мінекей, мына презентация, соңғы қоңырау, қарапайым презентация, PowerPoint-тағы, мінекей, жасап алған жұмысыңыз. Екіншісі, JPEG форматында қалай сақталады? Ол мынадай папка түрінде сақталады. Қазір қай жерде сақталын дейтін, қазір алайық. Мінекей, соңғы қоңырау, мінекей сақталып тұр. Мінекей, көрдіңіз бе? Мінекей, мынандай сурет түрінде, мінекей, слайд 1, слайд 2 сурет түрінде сақталды. Сақталды. Біз енді сіз Camtasia бағдарламасында жұмыс істеуге кіріспес бұрын, сіз өзіңізге бір не істейсіз? Мына жерден создать дейсіз да, папка сақтап аласыз. Папка жасап аласыз. Ол папкаге мысалға сіз алғашқы жұмыс деп қойыңыз, немесе жаңағы тәрбие сағаты деп қойыңыз, бір тақырыпты қойып қоясыз. Немесе фондар, футаждар деген қойып қойыңыз. Істесіз да, сіз өзіңізге Camtasiaға керекті жұмыстарды соған жүктеп аласыз. Мысалға дәл қазір біз мынандай алғашқы жұмыс деп ашайық. Мінекей, соңғы қоңырау, мінекей жаңағы слайдтарымыз дайындаған не? Слайдтар тұр. Содан кейін енді бұған тағы біз Camtasia алғашқы жұмыс папкамызға не кіргізсек болады? Мына біреуге алып тастасайық, сіз керек емес. Мысалға қоңырауға деген не жерде видео тұр, футаж тұр. Мына қоңырауға деген мынаны алып тастасайық, мына керек. Мынаны да тастайық. Артқы нәрсені ұстамайық. Удалите слайд, удалите етті. Мінекей, қоңырауға футаж. Мен бұл футажды қалай суретіп алдым? Қазір бұны мен сізге көрсетемін. Қалай суретіп алғанымды. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін біз неге кіреміз? Google формаға кіреміз. Сөйтеміз да YouTube каналына кіреміз. YouTube каналын бәріміз білеміз. Мына жерде жазамыз. Последний звонок деп қояйық. Последний звонок. Последний звонок. Десеңіз, футаж деп қояйық. Кинолар туралы да беруі мүмкін, сондықтан футаж дейік. Неше түрлі футаждар, неше түрлі футаждар шығарып берді. Әр түрлі футаждар. Немесе қазақша да қазір негер жеткілікті футаждар, қазақша да жеткілікті. Мінекей, ол соңғы қоңырау болса. Мінекей, соңғы қоңырау. Мінекей, енді мынаның ішінен, мінекей қарайсыздар, қайсы сізге ұнайды? Қайсы әдемі, қоңырау дейтінден шыққан сурет. Осының ішінен кез келгенін алуға болады, сақтап алуға болады. Мына қоңырау болады. Бізге ең бастысы футажды қалай жүктеу. Мінекей, мынау бізге ұнады неге? Үстін басып тоқтатып қояйық, дауысын. Поделиться дегенге басамыз, поделиться копировать етеміз. Копировать етілді. Мына жерден не істейміз? Site from-ға мен сіздерге бөлек видео жібергем. Міне бізде осылай алғашқы жұмысымызға презентация слайдтар және мынау қоңырау дайын тұр. Ары қарай не істейміз? Енді мінекей, Camtasia'ны ашамыз. Camtasia ашамыз. Импорт файла дейді. Импорт файла. Мен қазір рабочий жұмыс істеуіне барамда. Мына жерден аламын. Мен алғашқы ашам, аштым. Открыть. Мына слайдтардың барлығын мысалға былай жүктеп аламыз. Жүктедік. Енді тағы не әкелеміз? Енді қоңырауды бөлек әкелеміз. Алғашқы жұмыс, қоңырау. Енді не істейміз? Енді мінекей слайдтарды мына жерге қоюға болады. Мына жерде мынау жолақтар, дорожка. Түрлі жолақтар, бірнеше жолақ сіз жолақпен жұмыс істей бересіз. Мына жерде мінекей артқа қайту, қою, мысалы қойып қойсаңыз бір слайдты, соны егер қайтадан алып тастағыңыз келсе, артқа қайтуға болады. Мысалға. Енді сіз артқа қайту. Көрдіңіз бе, қайтадан бұрынғы орнына жұмсалды. Яғни былай қойсаңыз мінекей. Яғни мынау ары бері жұмыстарды қайтару. Мына қайшымен кесу, мынау разделить жиі қолданамыз.
мына аудио дауыстарды өшіру, шығару немесе тынышталдыру, артық дыбыстарды алу деген сияқты. Мінекей қазір мен жұмыс барысында біраз нәрсені сіздерге көрсетемін. Енді мен мынаны бірінші жолақ емес, екінші жолаққа ауыстырғым келіп тұр. Не үшін екенін қазір жұмыс барысында айтамын. Мен мынаның бәрін түсіріп жатпаймын, бір-екеуін түсіріп көрсетейін. Мінекей қазір екінші екенін үшінші, төртінші, Бұларды кішкене былай созуға болады, созып жүйеға болады. Бізде қоңырау бар, мынаны. Сіздің слайдыңыз былай түсуі мүмкін. Кішкентай болып түсуі мүмкін. Сіздің слайдыңыз былай кішірек болып түсуі мүмкін. Былай болып экран толғамай түсуі мүмкін. Сонда сіз не істейсіз? Сіз мына жерінде оң жағында түрпіш тұр. Тожыл брок мод дейді. Осыны басасыз. Басқан кезде мінекей. Мынандай шығатын. Осымен былай созуға болады. Былай созуға болады. Былай созуға болады. Размермен келтіресіз. Ал егер мына размерден асып болып тұрған болса, сізге мысалға мынау көк жолақ керек қылмай тұрсаңыз, былай алып кесіп тастауға болады. Мінекей. Создыңыз, егер сізге көк жолақ артық деп танысаңыз, оны осылай кесуге болады. Создыңыз, сөйтіп маған қайтадан барасыз. Брок мод дегенде. Бастыңыз. Сөйтіңіз да, мына жерде көрдіңіз бе, мынандай кесесін шықты. Былай жосқанда мінекей кесілді. Сізде мынау артық жолақ жоқ. Артық көп кесіліп кетті. Көрдіңіз бе? Жоқ. Енді тағы не істеуге болады? Слайдтарды жылжытып, алдына қоңырау қоюға болады. Мінекей слайдты былай жылжытамыз. Жылжыттық. Мына қоңырауды алдына алып келеді. Мына қоңыраудың екі шетінде не болып тұр? Қап-қара болып тұр. Бұл қоңырауды жаңағы құрылғыменен созуға болады былай. Созуға, былай созып, қысқартуға болады. Кесіп тастап, кесіп тастайсыз. Бірақ мына жалпайып кетті, көрдіңіз бе? Жалпайып жаман болып кетті. Оны біз қалай істеуге болады? Қоңыраудың жан-жанында қара болмас үшін біз артына мынау негізгі слайдтардың артына фон апаруға болады. Ол фонға мен мына бір нені арнайын. Мынаны қазір аламын да. Мынаны қазір мен алып кішірейтемін. Мына артық қап-қараны кесіп тастаймын. Кесіп тастадым. Енді мынау жылжытамын былай басына қарай. Мынаны былай жылжытайын. Мынау не артындағы фон, не жер қап-қара болып тұр, экранның сол жақ шеті қара болып тұр, оң жақ шеті дұрыс болып тұр. Енді істейміз, енді біз бұны созамыз, мынаны созу үшін маған қайттан барамыз. Дөңгелек болса, онда созуға келеді. Көрдіңіз бе? Ал төртбұрыш болып түссе, онда кесеміз. Енді мынаны апарамыз. Енді мынаны істейміз, мынаны кішірейтуге болады. Мынаны кішірейтеміз. Өзіңіздің жаңағы қалауыңызға қарай. Қалай әдемі деп көрсеңіз, солай ыңғайлап жасай беруге болады. Қандай әдемі шықты. Енді бұны азайтуға болады. Қоңырау тым ұзақ болып кетпесін, бұлай азайтып қоясаңыз ештеңе етпейді. Енді келесі слайд. Осыдан кейінгі келесі слайд. Келесі слайд былай болып шығып тұр. Енді бұл слайд не істеуге болады? Бұл слайдты переход алып келеміз. Ол үшін инструменті жоғары жағында инструменті тұр. Переходтан бір отражение деген таңдалады. Тез болып кетті. Ол ұзақтау бұрылу үшін бізге мынаны қайтадан апарып, стрелкаменен былай созсақ, мінекей созылады. Көрдіңіз бе? Келесіде де қойға болады, сәл-сәл созайық. Оқырман немесе көретін адам оқып үлгеру жазулармен сондықтан сәл-сәл созамыз. Келесіне мысалға қарай перелесін. Енді ал келесіне біз апарайық қазір вращение куба деген маған өте ұнайды. Осыны апарайық.
Көрейік қалай болады екен. Қалай әдемі, қозғалды, әдемі қозғалды. Бірақ қараңыз, мынау слайдтың артына фон жіберейік. Көрейік қалай болады екен тағы да. Және мына слайдты қазір не істейміз? Слайдты үлкейтеміз мына слайдты. Ол үшін біз не істейміз мінекей? Размерін бірдей. Түсінікті ғой, яғни мінекей енді не болды екен? Енді көрейік. Мінекей көрдіңіз бе, қандай әдемі переход болды. Қандай әдемі бір-бірінің орнымен бір әдемі алмасты. Мінекей осылай неше түрлі переходтар қоюға болады. Неше түрлі переходтар қоюға болады. Немесе мына жазуға сіз мектепті қосқыңыз келсе, онда былай етесіз. Инструменттерге барасыз, выноскіге басасыз, добавить выноскі басасыз. Мынанда қоюға болады, немесе мынадай бір қояйық, таңдайық. Және менге жазу жазуға болады. 16-та тұр, 16 емес, мен бірден 22-ке қояйын. 22-ке қоямын да, мен жазам нөмірі 173-ші мектеп лицей, мектеп лицей. Жазу шықты автоматты түрде оқыту былай күшейтуге болады. Нелгі қойды. Немесе түсін өзгертуге болады. 173-ші мектеп лицей. Мінекей. Мынаны көткен баса, мен жазу шығайын түсіне басқан кезде, осыны кішкене өзгертейік. Мынаны мен былай аламын. Сөйтімді 24-ке бастым. Көрдіңіз, мынада үлкейді. Үлкейді былай созып қояйын. Мінекей 16. Енді тағы не істеуге болады? Түсін өзгертуге болады. Мына көк түс негізі мына кітаптың түсімен жарасымды болып тұр, көк түс. Ал егер өзгертіңіз келсе, мен әртүрлі түске қоюға болады. Мынаны басып, межеден қызылға қойсаңыз, көрдіңіз бе? Қызыл пышақ келді. Немесе жаңағы жасыл түске қойсаңыз болады. Мінекей жасыл түсі пышақ келді. Жасыл түсте әдемі түс жарасып тұр. Жазуды қалай өзгертеміз? Ол үшін жазуды қайттан әкелейік. Мінекей жазуды мүмкін ақ емес, қарамен. Ол үшін мен аға барамыз. Қарамен бояды. Көрдіңіз бе? Қара түсіп шайды. 173-ші мектеп лицей деген сөз. Әдемі түске енді пайда болды мектеп лицейден. Мектеп лицейді ұзартуға болады. Тез кетіп қалдық, көрдіңіз бе? Сондықтан мына шет нұсқа былай созуға болады. Былай созуға болады. Мектеп лицей деген жазу шықты. Маған түсі онша ұнап тұрған жоқ, сондықтан мен қайтадан түсін өзгерте салайын. Мынау түсін жолға барамыз. Мынау түс болды. Жұмсақ әдемі түске айналды. Мына оқулықтардың түсіне сәйкес болды. Міне осылай істеңіз. Енді тағы не қосуға болады? Бұған енді музыка қосуға болады. Инструменттерге барамыз. Жоқ. Импорт медиаға барамыз. Рабочий столдан мен қазір бұрыннан салып қойған музыканың біреуін алып шығайын. Мынау саған ұсталдым дейді Роза Алтоша. Енді оны қай жолаққа қоямыз? Енді оны біз 4-ші жолаққа қоямыз. 4-ші жолаққа. Басынан бастап көрейік, не болды екен? Ал. Енді қараңыз, қоңырауменен бірге не етпекте, қоңырауменен бірге музыканың дауысы мүлдем әдемі болмай қалды. Сол үшін былай жылыстып, қоңырауды қалдырып, қоңыраудан кейін де алып келсек болады. Яғни ары бері музыканда жылыста беруге болады. Енді мына қоңыраудың дасын қараңыз. Қоңыраудың дауысы егер
аз десеңіз үстін басасыз. Басқан кезде міне көгеріп шықты, көрдіңіз ба? Аудионы басасыз, мінекей жасыл айналды. Енді соны көтеріңіз. Толық көтере салыңыз. Мінекей қоңыраудың дауысы. Енді музыкада бірден басталмас үшін біз не істейміз? Үстінен басамыз. Мына аудио басылып тұр, үстінен басамыз. Мына жерде нарастание деген, нарастанияны бассақ, музыка жайлап басталады. Және осыны сәл азайтуға болады, қатты ойнау үшін. Енді былай қарай. Сіздерге бүгінгі сабақ ең оңай түрі кез келген сабақ жоспарын немесе тәрбие сағаттарын осылай видеоға айналдыруға болады. Және ол видео балаға қолжетімді, қонақта жүрсе де, тауда қыдырып жүрсе де, немесе жаңағы таңертең, түсте, кешке сіздің сабағыңызды қайталап оқи алады. Егер сіздің сабағыңыз әлеуметтік желі арқылы балаға қолжетімді болса, онда сіз онлайн қойғаныңыз. Мына жерден аяқталды, аяқталған жерінен біз не істейміз? Музыканы кесеміз. Неге кесеміз? Музыканы мүмкін. Разделить дегенге бардық. Көп түскіде разделить басамыз. Арты жағын удалить деп алып тастаймыз. Алып тастадық. Енді не істейміз? Енді сохранить. Соңғы жағын. Соңғы жағын, музыканың соңғы жағын кішкене баяу аяқталу үшін үстінен тағы бір басамыз. Затухание деген. Затуханиені басып қалған бетте автоматты түрде мінекей соңғы жағы аяқталды. Енді мен соны сәл созамын. Созып қой мінекей. Мынандай сәл басайын, музыканың дауысқа қатты кетесін. Кішкене аздап бастым. Міне жұмыс дайын болды. Енді қалай сохранить етеміз? Сохранить ету үшін, сақтау үшін продукт антшар дегенге барамыз. Басты. Мынандай парақша ашылды. Ашамыз да мінекей. MP4 Byte Smart Player 720 дегенге басамыз. Мінекей неге пайда болды. Далее батырмасын басамыз. Одан кейін мерге ат қоямыз. Мысалға соңғы қоңырау да деп қойайық. Менде соңғы қоңырау деген видео бар, сондықтан соңғы қоңырау да деп қойайық. Енді дайын, готово дегенге бастық. Мінекей бізде сақталып жатыр. Сақталған видеоны сіз оқушының WhatsApp-қа, Telegram-ға сала аласыз. Немесе YouTube каналыңыз бар болса, YouTube каналына жүктей аласыз. Тез сақталуда, өйткені біздің видеомыз қысқа болды. Егер ұзақ видео болса, онда ұзақ сақталады. Мынаны тағы бір рет жабайық. Жаптық. Мына жерге готово батырмасын бастық. Мына жерде тағы басайық. Сохранить изменения в безымянном кампрож дейді. Ол проектті сақтайық па деген сөз. Егер сіз екі рет сақтадық, біреуінде видеоның өзін сақтасақ, екіншісінде проект ретінде сақтаймыз. Егер сіздің видеоңызда бір қателіктер кетсе, өзгертіңіз келсе, онда сіз мына проект түрінде сақталғанда кіріп, мынадай тура осылай жасалған видеоны қайтадан жөндеп, өңдеп, кейбір жерін қысқартып, ұзартып, дұрыстап жасауыңызға болады деген сөз. Да деп қояйық, оған да ат қояйық, соңғы қоңырауда деп қояйық, екеуін бірдей. Соңғы қоңырауда деді, сақтадық. Окей, басайық. Болды. Енді біз қай жерден іздеп табамыз? Енді біз іздеп табамыз этот компьютер, документы деген ішінен фантазия студия, соңғы қоңырауда деген қараймыз. Соңғы қоңырауда аштық, копировать еттім. Мына жерге қоямын.
Мінекей біздің видео дайын болды. Видеомыз дайын болды. Міне осылай жасайсыздар. Ертең кездескенше сау болыңыздар. Сіздерге тапсырма. Кез келген слайдты алыңыздар. Сабақ жоспарын жасаңыздар. Немесе тәрбие сағатын, немесе қандай да бір тақырыпта слайд жасап, сөйтіңіздерді соны фантазияға салып, видеоға айналдырыңыздар. Сау болыңыз.